Сәлем достар, сіздермен бүгін Казкино каналы. Бүгін біз Поклонник фильмі жайлы айтатын боламыз. Клэр Петерсон өзінің күйеуімен ажырасады. Оның себебі күйеуі хатшысымен бірге төсектес болғанда олардың үстінен түседі. Сосын күйеуі мен хатшысын бірге үйінен қуып жібереді. Клэр Коридан Кевин атты ұлы болатын. Клэрдің құрбысы Викки Лэнсинг Клэрге қолдау білдіреді. Оған тезірек күйеуімен ажырасуға құжаттарға қол қоюға көндіреді. Клэрдің күйеуі Кори Кевиннің туған күніне кешкі асқа келеді. Кори баласы мен әйелін жұмыстағы іс сапарынан кейін бірге балық аулап саяхаттауға шақырады. Клэр ол шақыртудан бас тартып, бірақ Кевинге баруға рұқсат береді. Клэр Коридің сатқындығынан кейін қатты депрессияға түседі. Клэр Кевинді балыққа шығуға шығарып салып жатқанда қақпа дұрыс ашылмай қалады. Кевин өзі ашқысы келгенде бір жас жігіт келіп көмектеседі. Ол жас жігіт Клэрдің көршісінің жиені болып келетін. Оның есімі Ной болатын. Арбадағы көршісі жас жиенімен қақпаны жөндеп беруге көмектеседі. Арбадағы көршісі Нойдың ата-анасы жоқтығын, олардың бір жыл бұрын қайтыс болғанын айтады. Кевин мен Ной құрылыс дүкеніне керекті заттар алып келуге кетеді. Ной Клэрдің жұмыс жасайтын орта мектепте оқитын Кевинге айтады. Кевин мен Ной құрылыс дүкеніне жүргенде Кевин өзінің мектебінде оқитын қыздың осында жұмыс жасайтынын байқап қалады. Кевин ол қызға ғашық болатын. Бірақ Кевин ол қыздың қасында өзін жайсыз сезінетін. Ной ол қызбен сөйлесіп көр деп ұсыныс тастайды. Кевин құрылыс заттарының ақшасын төлеуге кассаға барады. Бірақ ол қызбен Ной танысады. Кевин дүкенде кассада саудаласып тұрған сәтте оған Джейсон атты бұзақы және оның достары келіп тиіседі. Кевин болса, ол қыздың алдында ыңғайсыз жағдайда қалады. Клэр Нойды ұлымен бірге көп уақытын өткізетінін байқайды. Бір жағынан Нойдың нағашы ағасы ауруханада емделіп жатқан еді. Клэр Нойды далада таза ауада бірге тамақтануға шақырады. Клэр Нойға оған классикалық әдебиеттен сабақ беретінін хабарлайды. Және оған Гомердің үзінді жасауға, сонымен қатар Гомердің ханымға ерекше сезім білдірген ертең сабаққа оқып келуін ескертеді. Клэр бұл тамақтанудан кейін Нойдан жағымды әсер алады. Кешкісін Ной Клэрдің үйіне тағы да келеді. Бұл жолы оған бір арнайы себеппен келген болатын. Ной Клэрге өзінің қорапта жасырып жүрген биік өкшелі туфлиді алып келеді. Ной оған бұл туфлиді әйел адам кисе секси болып көретін жайлы айтады. Клэр туфлиден бас тартады, бірақ Ной нағашы ағасынан сыйлық деп Клэрге тарту етеді. Клэр баласы мен күйеуі балыққа кеткен соң кездесуге дайындалады. Клэр киіну барысында Нойды терезеден жалаңаш күйде көріп қалады. Ной Клэрдің бақылап тұрғанын байқап қояды. Клэр пердені жауып жасырып үлгереді. Клэр құрбысымен бірге кафеде екі жігітпен кездесуге мейрамханаға келеді. Клэрді екі жігіт классикалық әдебиеттен мұғалімсің бе деп кемсітеді. Екі жігіт одан бөлек мейрамханадағы даяршыларға тиісе бастайды. Оны көрген Клэр тезірек үйіне асығады. Үйіне келе салысымен ол Ноймен сөйлеседі. Ной Клэрге тауық етін қысқа толқынды пеште пісіре алмай жатқанын мәлімдейді. Және Клэрге үйіме келіп тамақты дұрыстап дайындап беруін өтінеді. Клэр Нойдың үйіне тездетіп барады. Оған тауық етімен тамақ жасап береді. Екеуі ас ішіп біраз әңгімелеседі. Клэр үйіне кетуге дайындалып, киімдерін алайын деп жатқан кезде, Ной онымен сүйіскісі келіп, Клэрге жабысып кетеді. Бірақ Клэр бұның дұрыс еместігін білсе де, Нойға сүйісуге және өзін аймалауға мүмкіндік береді. Бұның арты өте құмарлы қатынасқа ұласады. Клэр таңертең Нойға кешегі болған жағдайдың дұрыс еместігін өкінішпен айтады. Ной болса Клэрге ашуланып, жұдырықпен қабырғаны бір ұрып, жұдырығын сындырады. Сол күні Кевин мен Кори саяхаттан оралған болатын. Олар бірге Клэрмен түскі ас ішеді. Түскі асты ішу барысында үйге Ной келеді. Нойды көрген Клэр сасқалақтап Кевинге түнде бізде жаңбыр жауды, сендер жаңбырдың астында қалып қоймадыңдар ма деп сұрайды. Олар бізде жаңбыр жауған жоқ, біз жылы жерде орналастық деп жауап береді. Ной оларға қапталдасып, бізде жаңбыр қатты жауды деп айта салады. Кевин үстел үстіндегі печеньені алып жатқанда, Ной оның қолындағы печеньесін тартып алып, сенің анаң дайындаған печенье маған ұнайды деп комплимент айтады. Мектепте оқу жылы басталады. Сол күні Клэрдің бірінші сабағы басталған болатын. Оның кабинетіне мектеп директоры кіреді және Нойды ендігіден бастап Клэрдің сыныбында оқитынын хабарлайды. Және бұның алдын Клэрдің өзі де Нойды өзінің сыныбына ауыстыру жайлы өтініш жасайды. Себебі Ной Клэрдің бұғатталған ноутбугын жөндеп бергенін айтады. Клэр Нойды ұлы Кевиннің қасында көрген сәттерде өзін ыңғайсыз ұстайтын. Ной Кевинді Ну орманға өзімен бірге ертіп алып кетеді.
және ағаштың үстіне бірнеше апельсинді тізбектеп қояды, және осы апельсиндерге Кевиннің бақылай тұруын өтінеді. Нойдың бұлай жасаған себебі ол оған манипуляция жасаған болатын. Ной Кевинге әкесінің анасына сатқындық жасағаны жайлы айтады. Осыдан кейін кешкі ас барысында Кевин әкесі Кориге ашуланып айғайлап ұрсып тастайды. Кевин ертеңгісі күні ішінде ашу ызаны шығару үшін мектепке спорт залына барады. Спорт залда ол боксқа арналған грушаны ұра береді. Кевин грушаны ұра бергеннен шок алып жерге құлап түседі. Оны көрген Ной Кевиннің сөмкесінен адреналин екпені алып, Кевиннің аяғына екпе жасап, Кевинді құтқарып қалады. Клэр жұмысында отырғанда әріптесі оған гүл әкеліп береді. Клэр бұл гүлді Кори берген шығар деп Кориге хабарласады. Бірақ гүлді Кори жібермегенін айтады. Клэр іштей бұны онда Ной жіберген деп болжап қояды. Ной спорт залда жаттығу жасап шынығып жатқан еді. Клэр Нойға бара жатқан болатын. Екеуі бір-бірімен соқтығысып қалады. Соқтығыс кезінде Клэр алақанымен Нойдың кеудесін ұстап қалады. Клэр Нойдың күшінің мықтылығын байқайды. Кевин құрылыс дүкеніне келеді. Ол Оливки есімді қызды киноға шақырады. Бірақ Оливки киноға барудан бас тартады. Бірақ Оливки Кевинмен күзге сауық кешке барғысы келеді. Клэр мен Кори оңашада бір-бірімен кездеседі. Кори Клэрдің ернінен сүйіп аймалай бастайды. Бірақ Клэр оны итеріп жіберіп қарсылық танытады. Кори оған барлығын басынан бастайық дейді. Бұны Ной байқап қалады. Ертеңгісі күні Ной Клэрге ашулы мінезін танытып, кешегі оқиға туралы сұрайды. Ал оны Кевин түсінбей қалады. Кевин мектепке келген сәтте оған Джейсон және оның бұзақы достары келіп тиіседі. Кевин бұған ашуланып, оларды ұрайын деп жатқан кезде, оған көмекке Ной келіп, Джейсонды аямай соққыға жығып, оның басын бірнеше рет шкафқа ұрады. Осы төбелесті көрген Вики екеуін ажыратуға тырысады. Ной Викиді қатты күшпен итеріп жібереді. Ақыры соңында ірі денелі мұғалім ажыратып алады. Нойды директордың кабинетіне алып барады. Ол кабинетте директордың орынбасары Виккимен сөйлеседі. Викки Нойға ендігіде осындай бұзақылық жасайтын болсаң, оқудан шығарыласың деп ескертеді. Ал Ной болса оған жекіріп, сасық көтсің деп балағаттайды. Викки оны шапалақпен ұрайын деп жатқанда Ной оның қолын ұстап қалады. Ной кабинеттен шығып кетеді. Бұдан кейін Викки Нойды оқудан шығарып жібереді. Клэр күзгі сауық кештің ұйымдастырушысы болады. Және ұлы Кевин мен Оливкиді оңаша бірге қалдырады. Оливки Клэрға әжетханада суды өшпей қалғанын ескертеді. Клэр әжетханаға барып суды өшіреді де қабырғада жазылған сөздерді байқайды. Кенеттен қараңғы әжетханадан Ной шыға келеді. Ной Клэрді аймалап сүйе бастаған кезде, Клэр Нойдың екі аяғының ортасынан бір тебеді. Және Олиға Кевиннен аулақ жүр деп ескертеді. Түнде Клэр оянып терезеге қараған сәтте Ной бір қызбен жыныстық қатынасқа түсіп жатқанын көріп қалады. Бірақ Ной бұны әдейі жасаған еді. Келесі күні жабық кабинеттің сыртында оқушылар Клэрді күтіп тұрған болатын. Клэр кабинетті ашып, жалғыз өзі кабинетті тексермекші болады. Және онда жүздеген ұятсыз фотолар шашылып жатқан еді. Ол суреттер Клэр мен Нойдың жыныстық қатынасқа түскен фотолары болатын. Клэр тездетіп принтерді өшіріп, фотолардың барлығын жинап тығып тастайды. Себебі оның кабинетіне директор келетін. Директор оқушылармен бірге сабаққа кіреді және сабақтан соң сыртқа шығып Клэрге Кевиннің мінезіне алаңдаушылық білдіретінін айтады. Және Кевин спорт залда шок болғанын естігенін жеткізеді. Кевинді әкесі Кори мектебінен күтіп алады және Кевинге көлікті сен жүргізесің деп кілтті ұсынады. Бұл кезде Кевин Кориге ренжулі еді. Кевин көлікті ашулы күйде қатты жүргізеді және көліктің тежегіші жасамай қалып, машина іші су толған бүшкелерге соғылады. Клэр үйіне қайтып келгенде Коридің машинасының соғылғанын байқайды. Клэр үйге келген сәтте Кевин мен Кори машинада болған оқиға жайлы тіс жармайды. Клэрге бізге ештеңе болған жоқ, бізде бәрі жақсы деп айтады. Сол сәтте олардың қасында Ной отырған еді. Клэр асханаға кеткенде артынан Ной барып, оған екеуміздің түнде видеомыз менде сақтаулы тұр. Егер оны алғың келсе, түнде менің үйіме кел деп айтады. Клэр кешкісін Нойдың үйіне келеді. Ной бірақтан оған ол видеоны алу үшін менімен бір түнді өткізу қажетсің деп шарт қояды. Бірақ Клэр ашуға беріліп, онымен келіспейтінін айтып кетіп қалады. Келесі күні Клэр Виккиға көмек сұрап келеді. Викки оған Нойдың үйіне барып, оның ноутбугіндегі заттарды тазалау керектігін айтады. Клэр Нойдың үйінің ішін тінтіп іздейді. Ол жертөлеге түсіп, ұятсыз суреттер мен ноутбукты табады. Және ноутбуктың ішіне ұятсыз видеолар мен фотоларды кетіреді. Және машинаның тежегішін қалай істен шығару керекті жайлы материалды тауып алады. Клэр Коридің көлігін тежегішін бұзған Ной екенін анықтайды. Клэр Джо Нишу атты детективпен байланысады. Және оған әкесі микроавтобуспен келе жатып, жүк көлігімен соғысып қаза тапқаны жайлы айтып,
айғақтарды іздестіреді. Клэр Виккимен біраз уақытқа байланыса алмай қалады, өйткені Виккиді Ной үйінде қамап ұстап отырған еді. Ной бір күні Виккидің телефонынан Клэрге оның үйіне келуге шақырады. Клэр үйге келе салысымен қараңғы үйде Виккидің өлі денесін көріп шошып кетеді және тез арада полицияға хабарласады. Клэр үйден жүгіріп шығып машинасына отырған сәтте Ной келіп оны қылғындыра ұстап, Клэрдің әкесін және оның көңілдесін онымен бірге микроавтобуспен бара жатқан сәтте тежегішін істен шығарып, жол апатына ұшыратқан жайлы айтып береді. Ной Клэрді үйінің маңындағы сарайға алып келеді. Онда Клэрдің жарақаттанған ұлы мен күйеуі Кори байлаулы болатын. Ной оған екеуін тірі көргің келсе, онда менің қасымда мәңгілік боласың деп шарт қояды. Клэр оны көндіруге тырысады, бірақ Ной сарайға керосин жағып өрт шығарады. Кори байлаулы арқаннан босап шығып, Клэрді құтқаруға кіріседі. Сол сәтте Ной тапанша алып, Коридің арқасына оқ атады. Ной Кориді тапаншасымен қорқытып жатқан сәтте, Клэр төбеде ілулі тұрған темірді төменге босатып жібереді. Темір Нойдың басына түсіп, Ной сол жерде өліп кетеді. Клэр мен Кевин жаралы әкесін жанып жатқан сарайдан алып шығады. Осымен Поклонник фильмі аяқталады. Сіздермен бірге болған Казкино. Егер де осындай кинолар жайлы тағы білгілеріңіз келсе, каналға жазылып, лайк басып, бөлісіп кетіңіздер. Сау болыңыздар.